Қандай адамдар өсек айтады? Бірінші, өзін төмен сезінетіндер. Көбінесе өзіне сенімсіз адамдар басқаларды сөйлеп, кемшіліктерін көрсету арқылы өздерін жоғары сезінуге тырысады. Екінші, бос уәдемен назарға құштарлар. Өсек айту арқылы олар ортаның назарын тартып, менде ақпарат бар деп көрсетуге тырысады. Үшінші, қызғаныш пен бәсекелестік сезімі барлар. Өсек өзінен мықты немесе бақытты адамды төмендетудің жолы. Төрт, сезімін білдіре алмайтындар. Өз проблемасын тікелей айтпай, басқалар туралы әңгіме құрастыру арқылы эмоционалды разряд алады. 5. Жаман әдеті қалыптасқандар. Балалықтан немесе ортадан үйренген әдет әсер етеді. Егер қоршаған ортада өсек көп болса, адам да соны қайталайды. 6. Информацияны бақылауға тырысатындар. Кейде олар ақпарат арқылы адамдарды басқарғысы келеді. Шешім қабылдауға әсер ету үшін өсек таратуы мүмкін.